халықтың ынта ықыласына біз ризамыз. Бірақ қазір шешуші сәт. Жерден, алыс жақтардан Думанға пойызға билеттерін алып келеміз деушілер қаптап отыр. Тоқаевтың өзі де айтып отыр ғой, бюджеттен бөлген ақшаның бәрін чиновниктер өздері жеп жатыр деп. Бәрлеріңізге сәлем айттым. Бұл Думанның аманаты. Мен сіздерге абзал арқылы жеткізіп отырмын. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, Думанның жанашырлары. Думанға барып жолығып, соттың хабарламасын алғаннан кейін телефон арқылы хабарлама жасады. Соны Думанға барып саған ескертіп айттым десем, ешкім айтқан жоқ дейді. 12-сі күні сағат 10-да Қонаев қаласының Абай көшесі 5-ші үйде қалалық прокуратура, қалалық сотта өтеді сот. Бірақ Думанға ешкім ескертпеген. Соны барып ескертіп айттым. Осылай болып жатыр деп. Содан кейін Думан барлық өзін қолдап, ақпараттық қолдау жасап жүрген блогерлерге, журналистерге, белсенділерге бәріне сәлем айтты. Енді өстіп қанша ай, 9 айдан асып кетті міне жатқанына. Сол аралықтарда өзіне қол ұштарын созып, жәрдем беріп, ақпараттық қолдау жасап жүрген азамат пен азаматшалардың бәріне сәлемін, дұғай сәлем айтты. Енді міне сын сағаты енді келді. Осы қолдауларын үзбей, осы сотта қолдап, өздерінің көзқарасын ары қарай жалғастырып білдірсін деп бәрлеріңізге сәлем айттым. Бұл Думанның аманаты. Мен сіздерге абзал арқылы жеткізіп отырмын. Содан кейін Думанның тағы да бір ескертіп айтқаны, бұл биліктің өзіне қарсы, және де осы белсенділерге қарсы құйтырқы әрекеттерге баруы мүмкін. Арасына провокаторларды салып жіберіп, қаңтардағы қырғынды жасаған құсатып жүрмесін. Соған берілмеңіздер. Мәдениетті түрде тек қана өздеріңіз ұстамдықларыңызды танытып, қолдауларыңызды білдіріңіздер деді. Содан кейін Думан Тоқаевтың атынан мәлімдеме жасаған екен. Сол мәлімдемесін алып келдім. Оны біз неден де өткіздік. Енді міне TikTokқа, Instagramға, барлық ақпараттық құралдарға саламыз. Онда ол өзінің 3 ойын айтқан екен. Тоқаевқа осы мына өзін дипломатпын деп шетелдерге барғанда көрсетіп жүр ғой. Митинг туралы заңды біз өзгерттік деп. Оның өзгерген түгі де жоқ. Сол жергілікті әкімнен рұқсат алу керек. Ақыры әкеп байлақ болды. Сол Думанның сол митингге шақырған өз құқығын пайдаланып неткен үшін міне отыр. Біріншіден. Екіншіден, ол өзінің сөз бостандығы деген бос сөзді пайдаланып, осы биліктегі болып жатқан ауыс түйістерге байланысты, өкіметтің ауысуына байланысты өз ойын ашық түрде пікірін білдірген болатын. Міне сол сөздердің бәрі қаңтар қырғыны туралы, Тоқаев билігінің осы жердегі өздерінің рөлі туралы, отставкаға кеткен өкімет туралы, өкімет қанша отставкаға кеткенде халықтың жағдайының өзгергенін, осы кедейшілікке жеткізгенін түгел ашық сынап айтып еді. Міне сол үшін мен отырмын деді. Егер де Тоқаев өзін демократ ретінде көрсеткісі келетін болса, сенатты да парламентті де таратып, қайтадан сайлау өткізсін. Міне сол кезде ғана Қазақстанда демократия орнайды. Әмде демократия үшін күресіп жүрген барлық белсенділерді түгел өкімет басына жұмысқа ғана берсін дейді. Ал мына отырған шенеуніктердің бәрі тек қана ақша. Тоқаевтың өзі де айтып отыр ғой, бюджеттен бөлген ақшаның бәрін шенеуніктер өздері жеп жатыр деп. Міне соны жемес үшін демократтарды әкелу керек өкімет басына.
деп сондай өзінің ойларын айтты. Ол түрмеде отырса да осы халықтың қамын ойлап, және мен күресімді тоқтатпаймын, ешқандай да келісімге келмеймін деп отыр. Осының бәрін сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға тыңдап отырған адамдар Думанды қолдауға келіңіздер. Өздеріңіздің ой пікірлеріңізді ашық жеткізуден ешқандай да қорықпаңыздар. Сіздерді сол Қонаев қаласындағы соттан күтемін. Абзал жаным, былай ғой. Мысалы, біздің Думанды өздеріңіз білесіздер, бір күн халық біледі. Уже 1 жылға таяп қалды, түрмеде отыр, жазықсыздан жазықсыз. Жазықтылар жүр тегін. Мысалы, ақшасы барлар қандай бүлік жасаса да оларды ақшамен сатып алады. Жазықсыз, шындықты айтқан менің ұлым отыр түрмеде. Ол неден бастады? Мысалы, кейбір ағайын туыс болсын, басқа ел болсын айтады, жалғыз ұлыңыз неге кешке дейін чырылдап жалғыз өзі айғайлай береді, немді бітіреді, ол жалғыз өзі. Оданша қойып шықпай ма дейді. Ол менің ұлым жалғыз емес, бүткім халық оны айтып отыр шындықты. Бірақ не үшін? Олар стол басында, жай андай мындай жиын орындарда ғана айтады. Оны естіген өзің сияқты журналистер абзал. Думан сияқтылар оны халыққа мынау арқылы, ютуб арқылы жариялайды. Мысалы, Назарбаевтың кезінде оның не қойды, қандай жері бар, оның байлығын біз білген жоқпыз ғой. Алға Назарбаев деп қана жүрдік. Соны өздері үнсіз бетіне мақтағандар, енді ол кісінің беті арқисайтын айтып жатыр ғой. Назарбаев андай, Назарбаев мындай деп. Сол өмірді қайта қайтып келмеу үшін менің ұлым тікелей оны қамалып отырған Тоқаев мырзаға осыны айтты. Бетіне, мысалы, тура сөйлеген туғанға жақпайды болып отыр ғой. Сіз бұрынғы өмірді қайталамаңыз. Халық міне қымбатшылықтан қиналып кетті. Мысалы, қаңтардағы оқиғада сол қымбатшылықты айтамыз деп халық шықты ақырын ғана әнменен. Бірақ та не істеді? Жоғарғы орындағылар олардың аузын жабу үшін өздерінің ішіне бұзықтарды кіргізді. Мысалы, ұры қарылар алтын мәгезін тонып жатқан әйелдер сотталған жоқ қой, ютубта көрген. Олар сотталған жоқ. Сол шындықты айтқан Думан сияқтылар сотталды. Сен неге айтасың шындықты дегендей қылды. Арнайы фамилия аты жөнін айтқаннан кейін. Оны не істеді? Мен білмеймін, бірақ үкімет өздері істеді оны. Өздері шақты, өздері тонатты, өздері халыққа жап-жас жігіттерді атқызды, өлтірді. Соны көзі көрген журналист Думан соны айтты. Қымбатшылықты айтты. Кім бүлік жасады, соны айтты. Бірақ та сен соны айтпа, аузыңды жап деп қинап менің ұлымды қамап отыр. Халық оны білет. Мысалы, халық білмесе, кеше маған хабарласып жатыр. 12 ақпанда сағат 10:30-да Қапшығай қаласы міне жақын ғой бізге тиіп тұр. Сол жерде сот өтеді дейді. 9 ай бойы менің балам бір кісі өлтіргенде соны тергеп тексеріп біте алмай шындықты айтқан бала ғой, не жала жабады? Албат Әбіләзовті жапты, ананы жапты, мынаны жапты. Оның бәрі жалған жала. Оны көзі ашық, көкірегі ояу, сот, прокурор, тергеушілер болса, менің баламда жала жоқ екенін біліп отыр ғой. Қорғасын, қоршасын, менің баламды босатсын, халқым соған барғалы отыр. Жерден, алыс жақтардан Думанға пойызға билеттерін алып келеміз деушілер қаптап отыр. Рахмет оларға. Халқым менің ұлымның шыншыл екенін біліп келеміз деп отыр. Бірақ менің бір айтатыным, қорқып отырғаным, Думанды жақтауға келгендерді арандатпасын. Оның ішіне үкімет тағы да бұзықтарды кіргізіп жіберуі мүмкін. Ойбай, ананы шағыңдар, бүлдіріңдер, Думанды біз құтқарып алуымыз керек деп. Өздері шағат, біздің әгі айран ішкен құтылды, шелек жалаған тұтылды деп, шелек жалап жүрген біз байқұстарды апап қамап тастауы мүмкін әбден. Сол үшін Думаныма жан ашып, шындығын түсініп отырған халқыма айтатын, сақ болыңыздар. Біз елімізді қорғаймыз десек, еліміздің шындығын білеміз десек, қорықпай шындықты айтуымыз керек, бүлдірмеуіміз керек, сақ болуымыз керек. Өзіміздің Қазақстанымыз, өзіміздің елімізде ондай біз істемейміз. Оны жаулар келіп істейді, жауларға істетеді. Біз бұдан бұрын біздің әкелеріміздің кезінде біз өмірді жақсы өмір сүргенбіз.
бізді билеп отырған қан дейміз ғой қазір, мысалы Назарбаев болсын, Тоқаев болсын, бізді қазақ билеген жоқ, орыстар биледі. Соның кезінде біздің өміріміз жақсы болған. Олар бізді ойбай импорт бізге жіберіңдер деп аузымыздан жырып, импорттың бәрін соларға жіберіп отырған күннің өзінде бізде осы Алматыда отырған көмекшілердің өзі ондайға бізді жіберген жоқ. 2 бөлмелі, мысалы двухквартирный деп үй салатында біздің әке-шешеміз меншік үй дегенді білген жоқ, 7-8 баламен. Соның бір жақ басына жастарды тегін жіберетін. Светіңді төлейсің, болды. Қалған тегін үй беретін. Ол үйлер қайда үйтіп салатын? Ол біздің жоғарғы орында отырғандар бөліп алып өзі меншікке алған ғой. Ұшақ қайдан келді оларға? Коттедж қайдан келді? Шетелден алатын ақша қайдан келді? Сол кезінде Қонаев елдің бәрі айтып жатыр ғой, Қонаев сияқты бізде бастық жоқ, халықтың мұңын мұқтайтын, жоғын жоқтайтын. Соған күйіп, жанып, айтқан үшін менің балам түрмеде отыр. Сондай шындықты айтқандар түрмеге қамайды. Шындықты айтпағандар талтаң басып Қазақстанда жүр. Елім, жұртым, түсініңіздер, үйде отырып күңкілдемеңіздер. Ертең барғанда, қайда барсаңыздар да, көшеге шықсаңыздар да шындықты айтыңыздар. Шындықты айтқаннан ештеңеміз кетпейді біздің. Мен өзім семьямда өзім шындықты айтамын. Менің жолдасым шындықты айтады, бізден көрген менің ұлым шындықты айтады. Арғы аталарынан бері шындықты айтып келеді. Неменеге біз өз елімізде жүріп, мысалы қанша адамдар ойлайды, қой үндемейік, бір жапырақ нанымызды жеп, қара шайымызды ішіп, тыныш отырайық дейді, тыныш отырады. Одардың жегені икра, таза қазы, талтаң басып жүр. Неге біз өзіміз егеменімізді алып, Қазақстанда отырғанда өз байлығымызды өзіміз кезіндегідей бірге ішіп, бірге жемейміз? Неге бастықтар ішіп жеу керек? Неге біз төмен өмір сүруіміз керек? Соны айтты ғой, менің ұлым соны айтты. Одан басқа ештеме айтқан жоқ. Бірақ та ана жаланы бір жабады, мына жаланы бір жабады, ананы бір айтады, мынаны бір айтады. Ешқандай ондай менің баламда қателік жоқ. Сол үшін менің баламды түрмеге қамаса, көзің ашық, көкірегі ояу, жоғарғы орында отыр, мейлі Тоқаев бол, сот бол, прокурор бол, менің ұлымды бостан босқа үйтіп қорламаңыз. Сіз қазақсыз, Қазақстанды билеп отырсыз. Сіз қазақтарыңызды қорғауыңыз керек. Қазақстанның байлығын қазақтардың өзіне теңге бөлуіңіз керек. Сіз түсініңіз, бұрынғы қателікті жібермеңіз. Менің ұлымды қамадым, болды бітті, ел жабады екен аузын демеңіз. Егер менің ұлым сотталса, бұдан 2 есе болады. 2 есе халық ашынады. Өйткені мына ең кішкентай ғана мысал, мына жолды жүру үшін ойдым жолда әркім күнін көре алмай жүргендердің мойнынан сыпырып жолға ақша алады. Ақылы жол деп. Кезінде біздің бала кезімізде ондай ақылы жол деген жоқ болатын, даңғыл жүретінбіз. Светті көбейтеді, газды көбейтеді. Оны төлей алмаса, пенсиясы келмей, оны өшіріп қиып тастайды. Соны айтты менің балам. Міне мен де айтып отырмын. Мен сол ұлыма Қапшағайға келіп, алыстан келгендер, жақыннан келгендер, басқа елдердің сөзіне еріп кетпей, менің ұлым шындығын айтып, келулеріңізге мен шақырам. Менің ұлымның ешқандай жазығы жоқ. Өтірік жала жауып қамаймын десе, бұдан арыға халық шыдамайды. Мен соны айтып қояйын деген. Мен де бір-екі ауыз сөз қосып кетейін. Алыстан келе жатқан Думанның қолдаушылары, үй жайларыңыз болмай, вокзалда қонып қалып жүрмеңіздер. Маған хабарласыңыздар. Көңіл сыйса бәрі сияды. Ұлым үшін мен сіздерді күтіп алуға дайынмын. Телефон нөмірім 8-702-546-1704. Алмас деп хабарлассаңыздар, мен әрқашандарда дайынмын. Құрметті ағайын, өздеріңіз көрдіңіздер, Думан Мұхаммедкәрімнің ата-анасының жүрек жарды сөзін назарларыңызға ұсындым. Міне, 9 ай болды. Думан қамалғалы бері жаздың 3 айында, күздің 3 айында, міне қыстың 3-ші айы қазір бітіп бара жатыр. Яғни 9 ай бойы бұл кісілер жалғыз ұлынан көз жазып, жалғыз ұлы тар қапаста отыр. Аптап ыстықта, суықта бұл кісілер 300 шақырым жердегі Талдықоранға баруға, сол жаққа тамақтасуға мәжбүр болды. Бұл биліктің құйтырқылығы. Алматы қаласының тұрғыны, Алматының іргесінде тұрған
Думан Мұхаммедкәрімді тұрғылықты жеріне қарамастан сонау Талдықорғанға апарып қамап тастады. Одан кейін халық талап еткен кезде уәде берді, бірақ уәделерінен тайқып кетті бірнеше рет. Ақыры міне 9 ай бойы Думанды тар қапаста ұстап отыр. Осы уақыт аралығында біз бірнеше рет эфир жасадық. Бұл кісілердің сөздерін, Думанның сөздерін дер кезінде осы эфирге YouTube арнамда беріп отырдым. Сіздер қолдап отырдыңыздар. Бәрі жақсы. Бүкіліне халықтың ынта-ықыласына біз ризамыз. Бірақ қазір шешуші сәт. Думан Мұхаммедкәрімнің соты басталады Қонаев қаласында. Бұрынғы Қапшағай қаласы, қазір Қонаев қаласы, Абай көшесі 5-ші үйде орналасқан Қонаев қалалық сотының ғимаратына баршаңызды шақырамыз. Естеріңізде сақтаңыздар, бұл митинг емес, бұл заңсыз жиын емес, бұл ашық сот. Кез келген Қазақстанның азаматы қатысуға құқығы бар, хақысы бар. Яғни осы уақытқа дейін Думанға қалай көмек көрсете аламыз деп комментарий, пікірлер жазатын адамдарға айтарым, сіздер Қазақстанның мүмкіндіктеріңізше алдын ала уақыт бар, пойызға да билет алып, басқа көліктермен де қадіріңізше Алматыға жетіп, осы сот отырысына қатысуға болады. Бұл бір үлкен қолдау. Бұл көптеген мемлекеттерде бар дүние. Яғни мен алыстамын, мен жырақтамын деп отыра беруге де болады былай қарасаң. Бірақ Думанды қолдайтынымызды көрсету үшін, Думанның артында қара құрым халық бар екенін көрсету үшін біз осындай бір әрекеттерге баруымыз керек. Яғни қаржымызды жұмсап, күнімізді, уақытымызды кетіріп, осылай келуге тұратын дүние. Кейінде бала-шағаларыңызға айтып жүруге болады. Мен Думан Мұхаммедкәрімнің сотына барғанмын, үйде отыра берген жоқпын деген сияқты. Ал енді денсаулығына байланысты, тағы да басқа бір жұмыстарына байланысты келе алмайтындарға айтарым, қаржылай көмектессеңіздер болады. Мен Думан Мұхаммедкәрім осы сотынан бастап, әрбір сотына баруға тырысамын, барамын, сол жерден ақпарат таратамын, және өзіммен бірге құқық қорғаушыларды, журналистерді, белсенділерді өзімнің жеке көлігіммен алып барамын. Яғни 1 сағат жол жүріп баратын жол, одан кейін қайтатын жол бар, сот бар, яғни 1 күн уақытым кетеді. Яғни 1 күн бойы мен таксовать етпеймін, жолаушы тасымалдамаймын. Осы уақыт аралығында сіздер бізге осылайша тиын тебендеріңізді аударып көмектесе аласыздар. Өйткені біз Думанның сотына баратыр едік деп бір байшыкешке барып алақан жаймаймыз. Сұрасақ, халықтан сұраймыз. Ешкімге барып күнімізді салмаймыз. Сіздер көмектесіңіздер. Қазақстанның түкпірінде, батыс жақта, алыс жақта тұратын ағайындар бар. Осы Думан үшін жанын шүберекке түйіп, Думанға қатты осы мазасызданып, уайымға салынып отырған адамдардың бар екенін біз білеміз, жазылған комментарийлерден. Енді сіздерден көмек, өздеріңіз барамасаңыздар, ортадан бір адамды жіберіңіздер. Әр өңірден бірнеше адамды жіберуге болады. Ақша жинап, белсенділер болсын, басқа адамдар болсын, осындай бір әрекеттерді, яғни нақты әрекеттерді жасауға болады. Осы сотқа дейін Думан тарқапастап отырды, енді оның сот отырыстары басталады. Тағы да қайталап айтамын, алдағы дүйсенбіде, аптаның басында, сағат 10:30-да Қонаев қалалық сотында. Осы жерде біз елім деген ерді іздейтін елі бар екенін көрсетуіміз керек. Билік, сіздер ойламаңыздар, билік бәрібір пысқырмайды деп. Жоқ, билік халықтан аяқ тартады. Ол билік басқа бір әрекеттерден, үйде тұрған басқа бір комментарийлардан, олардан әрине қорықпайды. Бірақ халық үйінен шығып, аяғымен барат қолдайтын болса, билік міндетті түрде санасады. Тіпті Думанды соттап жібергеннің өзінде оның мерзімін азайтуға біз мүмкіндігіміз бар. Талап етіп. Тіпті оны егер керек десек, бостандыққа алып шығуға да, егер қара құрым халық жиналатын болса, бостандыққа алып шығуға да күшіміз жетеді. Өйткені қазақта мынандай сөз бар. Халық қаласа, хан түйесін сояды дейді. Егер халық қалайтын болса, біз тек қана комментарий жазумен шектелмей, нақты әрекеттерге баратын болсақ, онда біз жеңеміз. Біздің, яғни айтып отырғанымыздың барлығы бейбіт жол, өйткені Думанның өзінің сөзінде ешқандай оғаштық болған жоқ сотқа дейін. Ол барды бар деп айтты, жоқты жоқ деп айтты. Ешқандай басбұзарлыққа шақырған жоқ. Дәл сол сияқты біз де сол Думанды мәдениетті түрде, парасатты түрде, байсалды түрде қолдап қорғауға әрқайсыңыз шақырамыз. Осы эфирдің астына пікірлеріңізді жазыңыздар. Осы эфирді көпке таратыңыздар. Білмейтін адамдар білсін. Осы Думанға қалай көмектесемін деген адамдар осылайша қол ұшын созып, осындай әрекеттерге барады. Зейнеткерлер бар, жұмыста емес кісілер бар. Қазір мен білем, бірнеше адамдар өңірден дайындалып, пойызға билеттерін алып жатыр. Сол сияқты солардың біреуі сіздерде болуыңыз мүмкін. Сондықтан
бүгінгі эфирді осы думанның сотына байланысты арнадық. Жаппай таратыңыздар. Сотта кездескенше.